Майонез деген не? Майонез негізінен өсімдік майы, жұмыртқа сарысы, сірке қышқылы немесе лимон шырыны және тұздан тұратын эмульсия, май мен судың араласқан түрі. Кәсіптік өнімдерде қант, консерванттар, тұрақтандырғыштар болуы мүмкін. Бір ас қасық, шамамен 13 дүкендік майонезде орташа түрде 90 калория болады. Артықшылықтары, пайдасы. Майонез толықтай жаман тағам деп айтылмайды, дұрыс қолданғанда аз-аздан пайдалануға болады. Оның құрамындағы майлар, әсіресе омега-6 және омега-9 түрлері белгілі бір мөлшерде жүрек үшін пайдалы болуы мүмкін, төменгі қаныққан майларда алмасы. Дұрыс жасалған майонез немесе классикалық майонез құрамында артық қоспалар болмауы мүмкін, сондықтан таза әрі табиғи ингредиенттерден болсын. Деген таңдаулар бар. Зиянды жақтары, қауіптері. Майонезді күнде немесе көп мөлшерде жеу кейбір денсаулық мәселелеріне әкелуі мүмкін. Қауіп әсері. Неліктен? Калория мен майдың жоғары болуы семіздік. Майонез өте кал болғандықтан тұтыну дене сал ұлғайтуы мүмкін. Холестерин мен жүрек тамыр ауруы қаупі қаныққан. Майл белгілі мөлшерді холестерин болу олдыл. Жаман холестеринді мүмкін омега-6 май қышқылдарының теңгерімсіздігі. Егер майонез құрамындағы оттың көп болса, қабыну процесс күшейтуі мүмкін. Тұз, қант, консерванттар. Дүкендегі майон кейде қант, көп немесе консерванттар береді. Аллергия. Майонезде жұм болуы мүмкін, сондықтан жұма аллергиясы бар адамдарда реак тудыруы мүмкін. Ботулизм, бактериялық қауіптер. Дұрыс сақталма немесе үйде жас қышқылдықтен төмен майонез қауіпті бактерия, мысалы, кластрай. Қалай дұрыс қолданған жөн кеңестер? Шектеулі мөлшерде қолданыңыз. Мысалы, бір ас қасықтан артық емес көлемде. Тазалығын қадағалаңыз, ашылған банканы тоңазытқышта сақтау, ұзақ уақыт бөлмеде қалдырмау. Тұрақты қышқылдық деңгейі. Қышқылдықтың төмен болмауы керек, шамамен 4-ке жақын болуы тиіс. Бұл микробтардың өсуін тежейді. Википедия. Қосымша қоспаларға мән беріңіз. Қант, консервант, қосымша дәмдеуіштер тізімін тексеріңіз. Альтернативаларды қолданыңыз. Йогурт негізінде қоспалар, авокадо пастасы, үй дәстүрлі аз майлы соустар. Күнде жейтін майонездің құпиясы. Майонезді көбіміз ақ соус деп жақсы көреміз. Бірақ оның бір қасығының өзі 90 калория. Яғни кішкентай қасықпен ақ сіздің денеңізге бір бөліп бәліштің қуатын жібереді. Майонездің құрамы май, жұмыртқа сарысы, қышқыл, сірке немесе лимон және дәмдеуіштер. Бірақ дүкендегісінің ішінде қант, тұз, консервант. Қарасаңыз, лер қонақтап алған. Оны күнде жеу қарынға май емес, қосымша жүк артып отыру деген сөз. Сіз байқамайсыз, бірақ уақыт өте келе белге сақина қосыла бастайды. Ең қызығы майонезде омега-6 көп. Бұл аз болса пайдалы, ал көп болса қабыну отын жағып жібереді. Майонезді таза күйінде көп жейтін адамдардың ішінде жүрекке, асқазанға және артық салмаққа байланысты тәуекел жоғары болады. Қысқасы. Дәмді қолушы. Ол асқа керемет дәм береді, бірақ артық кетсе денеңізге тығылып қалған килограммдарды сыйға тартады.